Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тез жасалатын фунчозу салатын жасау рецептімен бөлісемін. 3 шағын қиярды жолақшалап тураймыз. Сабызды де жолақшалап тураймыз. Сарымсақты ұсақтаймыз. Етті де жолақшалап тураймыз. Қазанды қыздырып, үстіне 50 мл сұйық май құйып, етті 5 минут қуырамыз. Үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш және 1 шай қасық паприка қосып араластырамыз. Үстіне 3 ас қасық соя соусын құйып, 15 минут баяу отта бұқтырамыз. Еттің үстіне сабыз бен сарымсақты қосып, 2-3 минутқа бұқтырамыз. Фунчозаның үстіне қайнап тұрған су құйып, 5-7 минутқа қалдырамыз. Фунчоза дайын, суық сумен шайып, артық суын төгіп тастаймыз. Қоспаларымызды біріктіреміз. Қиярдың үстіне фунчозаны, қуырылған ет пен сабызды салып, үстіне күнжіт дәндерін қосып, жақсылап араластырамыз.
Салатымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.